Қайырлы күн барлықтарыңызға, көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны қарап, мені қолдап кетсеңіздер. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Біз азғантай ғана осындай ұнға азғантай тұзын салып, бір жұмыртқа салып, сұйық майды азғантай құйып, осылай араластырып, азғантай ғана суын қосып, кәдімгідей қамыр илейтін боламыз. Қатты болмау керек, тым жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Осындай қамырды енді пакетке салып қалдырамыз. Анда-санда бір-екі рет басып қойыңыздар. Енді сірнеміздің қалған осындай заттарын дайындайтын боламыз. Осындай картошканы екіге бөлдім де, аздап тұз салып, көбірек паприкасын салып, араластырып қоямын. Өте қызарып, дәмді болып шығады. Паприка міндетті түрде жасап жатсаңыздар, салыңыздар. Енді қазанымызға сұйық май құймаймыз. Осындай пиязды астына жайып шығатын боламыз. Осындай майлы етімізді пайдаланамыз. Мен деп сиырдың еті, негіз қойдың еті болған дұрыс. Тез піседі, әрі майлы жерлерін қоссаңыздар керемет дәмді болып шығады. Осылай майлы жерін астына қарай қаратып, астына көптеп майлы жерлерін салып, үстіне етті жерлерін салатын боламыз. Мен тұз ештеңе қолданбадым, осындай жапырақ қана сала салдым. Өйткені етім менде тұздалған, бұрышы бәрі салынған, мариновка жасалған ет. Сондықтан салмадым. Сіздер міндетті түрде тұзын, қара бұрышын салып отырыңыздар. Өте дәмді болады, қара бұрыштың өзі салсаңыздар. Осындай сәбізді де домалақ күйде турап саламыз. Осындай чеснокты да үлкен көлемде салып жібердім. Осындай кристальды аздап саласыздар, аздап көп түсіп кетті менде. Ол да ерекше дәм береді. Паприканы міндетті түрде осылай салыңыздар. Ол ашты емес, тәтті. Ол қызарып, әдемі болып шығады түсі. Енді помидор саламыз. Помидорды да салыңыздар. Әркім әртүрлі жасайды бұл сірнені. Негізі мен осылай жасаймын, өте керемет. Сұйық майдың да судың да қажеті жоқ. Өзі сулы, қатты сулы емес, негізі орташа көлемде әдемі дәмді болып шығады. Тура қуырған сияқты болып шығады, езіліп кетпейді. Картошкамызды осылай салып аламыз. Картошкамыз да қызарып шығады. Үйде егер осындай перец болса, оны да қосып жіберіңіздер. Ол да бір ерекше дәмі де иісінде ерекше береді. Осындай енді капусталарымызды қатарынан үстіне бір-екі рет қойып шығыңыздар. Мен қатты жерлерін алып тастаймын. Осылай қосып, енді біз қазір қамырын жасаймыз. Осылай қойып қоятын боламыз. Қамырын илеп, бізге гүл ханым деген манты сияқты соны жасайтын боламыз. Аздап қана тұз салыңыздар міндетті түрде. Мына қамырымызды бір-екі рет басып қойғанмын. Енді ұн сала отырып, жұқалап жаятын боламыз. Жұқалап жайып аламыз. Осылай кәдімгідей жұп-жұқа болса, дәмді болып шығады, қалың болғаннан қарағанда. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығу керек. Егер қалыңдау жерлері болса, кішкене созып жіберіңіздер. Осылай кесіп аласыздар. Сәл үлкен емес, орташа көлемде кесіп алыңыздар. Егер бұдан да жіңішке етіп кесем десеңіздер де болады, негіз. Бірақ тым үлкен болып кетпесін, әдемі көрінбей қалады, дәу болып кетеді. Слишком осындай ішінен мен сәбіз емес, асқабақ, кәдімгі асқабақты теркіден өткізіп, аздап қана тұз қостым да, соны салып жібердім. Ол да ерекше дәмді болып шығады. Негізі әркім әртүрлі зат салады. Сәбізді де теркіден өткізіп, немесе картошканы өткізіп салсаңыздар да болады. Осыны азғантай ғана етіп салдым. Өте дәмді, керемет болып шығады. Осылай орайсыздар, қатты тығыздау орамайсыздар. Ашықтау қылып орап шығасыздар. Өзі роза гүлдің көлеміне әдемі болып формасында шығады. Міне осылай қайырып қоясыздар. Міне керемет болып шығады. Енді тағы да біреусін жақынан көрсетейін сіздерге. Асқабақ, менде тәтті асқабақ өте. Сондықтан кәдімгідей менде қамырым осы дәмді болып шықты. Осылай баспайсыздар, ақырын ғана жауып, осылай орап шығасыздар. Осыны міндетті түрде жасап көріңіздер, маған қатты ұнады.
осылай жасаған әрі сәнді көрініп тұрады. Қонақ келгенде де жасасаңыздар болады. Ақыртап өстіп орайсыздар, ешқандай іштерін басып қыспайсыздар. Піседі, ол міндетті түрде піседі. Піспей қалмайды деп қорықпаңыздар. Енді үстінен қойып шығатын боламын. Ең баяу отта 1,5 сағатта пісіреміз. Егер 1 сағатта пісірсеңіздер де болады, қойдың еті болса. Мен 1,5 сағат, ровно 1,5 сағатта пісірдім. Қамыры да бәрі жұмсақ болып пісіп шықты менде. Енді осылай үстіне қойып, міндетті түрде ол піседі. Кейбір кісілер осыны мантаваркаға пісіреді. Негізі осылай пісірген дәмді болып шығады. Өйткені еттің буы мен дәмі қамырға сіңіп ерекше болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осылай пісіріп көріңіздер мантаваркадан қарағанда. Енді газымызге қоятын боламыз. Мына біздің гүлқуырдақ, гүлханым немесе солай аталады, пісті. Міне үсті аздап құрғақ болғандықтан аздап қана сұйылмайды. Осылай жағып жіберіңіздер, жылтырап тұрады. Осылай қонақ келгенде жасап тартып етсеңіздер өте сәнді, әдемі көрініп тұрады. Әрі дәмі де ерекше керемет болып шықты. Капустаны кейбір кісілер жемейді, сондықтан оны алып тастасаңыздар да болады. Ал жейтін кісілер қосып жіберсеңіздер, ол да негізі дәмді. Бізге ұнайды олай. Капустамен де мына қуырдағымыз қараңыздар, тура қуырған сияқты болып қызарып, езілмей картошкасы әдем болып шықты. Еті де менде өте жұмсақ болып шықты. Суы астындағы майы, өзінің еттің майы, ешқандай жабысқан жоқ. Міне осылай әдемі түрін де көріп тұрсыздар. Түрі де өте әдемі шығады. Осылай жасап көрсеңіздер, қуырып әуре болып жүрмейсіздер. Бәрін бірге бастырып, бұқтырып қойсаңыздар, өзі пісе береді. Баяу отта 1,5 сағаттай пісті менде. Өте керемет болып шықты. Кез келген немен укроп болсын, немен сәндей бересіздер. Көкшөптермен сәндеуге болады. Өте сәнді көрініп тұру үшін. Әрі пиязбен жегенде өте дәмді болып болады. Әркімге әрқалай. Каналыма тіркеліп, осылай сіздерде жасалып қойыңыздар, ас болсын.